Жалпы республика бойынша 43 мыңнан астам спорттық ғимарат болса, оның 23 мыңнан астамы ауылдық жерде орналасқан. Биыл үкімет қаулысымен бекітілген жоспар кестеге сәйкес 113 жаңа спорттық нысан салу, 20 спорттық нысанды реконструкциялау, жұмыс істеп тұрған спорт объектілерін жете жарақтандыру жөніндегі 6 жоба бойынша жұмыс жалғастырылатынын атап өткім келеді. Сондай-ақ, министрлік қажеттілікті анықтау үшін бүгінгі күні облыстардағы спорт объектілеріне түгендеу, яғни инвентаризация жүргізуде. Қонаев қаласының әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі мамандырылған ауданаралық сотының 2020 жылы 19 мамырдағы және Алматы облыстық сотының 20 шілдедегі шешім қаулыларымен ойын бизнесінің барлық 3 субъектісі құқық бұзған үшін кінәлі деп танылып, олардың лицензиясы тоқтатылды және әрқайсысына 300 айлық есеп көрсеткіш көлемінде әкімшілік айыппұлдар салынды. Бұл Қазақстандағы экологиялық туризм даму динамикасы және елдегі экотуризм мәдениетінің қалыптасқанын көрсетеді. Сондай-ақ республиканың ұлттық саябақтарында жаңа туристік нысандар, визит орталықтар, кемпингтер мен кемпингтер салынып жатыр. Онда қонақтарға жергілікті экожүйе және жабайы жануарлар туристік маршруттар, тасымалдау пункттері туралы ақпараттар беріледі.